Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Кеше мына бір валютный параларға анализ жасаған болатынмын. Так, бүгін американский рынок, американский акцияларға саудасын анализ жасап көрейік. Так, мынау биткоин не? Кешегі биткоин мынау. Деңгейден міне қазір төмен түсті. Енді осы деңгейден асқаннан кейін жоғары қарай, в принципе, пробойға позиция жіберуге болады екен. Мынада міне как раз 62 мыңға байстоп кейінге қалдырған лимиттік ордер қойып қойсақ, осыдан жоғары қарай саудалауға. Так, жарайды, Американы көрейік. Америка акциялар дейді. Осыларды көрейік. Так, Apple. Именно американский флагтар бар, именно Американы қарап шығайық. Coin, Tesla, Spider, GameStop Corporation. Так, NIO дейді. Palantir, білмеймін не бар екен. Так, одан кейін бір. Аниме. Танымаймын. Amazon. Так, Facebook дейді. Аниме танымаймыз. Жарайды, алғысылайық. Галактик дейді. Так, Microsoft Support. Square, неме сақыр ма, неме бұл Square деген. Так, Alibaba бар екен. Жетеді ғой деме. Жетіп қалатын шығар. Так, Netflix дейді. Power, Boeing тұрады. Жете ма? Жетеді осылар. Так, сонымен Apple'дан бастайық. Apple'дан бастайық. Так, мұнда не көріп тұрмыз? Мұнда тренд көріп тұрмыз, е? Так, жоғары қарай тренд. Мне каждый раз ақ бар, одан кейінгі қызыл барлар ақ барда сатушылар. Позицияны. Так, бағаны кері бұрғысы келді, бірақ бұра алмады. Так, трендті бұзылған жоқ әлі. Тренд бұзылған жоқ. Так, ақ бардың минимум көрейік. Менерді қызыл бармен. Так, шабылу егер ақ бардың минимумнан төмен болса, онда тренд бұзылды деп айтуға болады. Так, көрейік. Мынаның минимумы қанша? 31.93. Мына бірау. Мынаны закрытиясы керек бізге жабылу бағасы. 32.03 дейді. Демек, алдыңғы бардың минимумнан төмен жабыла алған жоқ. Тренд бұзылды деп әлі айтуға ерте. Так, сосын міне кешегі күн бізде мынандай үлкен кеппен ашылды. Жоғары қарай кетті. Так, осыны жоғары қарай, одан ары жалпы саудалауға болатыннан максимум қанша екен? Максимум 34.66, мынаның закрытиясы 34.50 дейді. Осы жерден кішігірім трендсіз қойып. Так, жалпы мына қызыл бардың максимумы қанша өзі? 35 дейді, ровно мне 35. Осы жерге 35-ке. 35-тен жоғары. 35-тен жоғары смело жоғары қарай саудалауға болады. 35-тен жоғары. Так, қайда барады бұл? Осы жерге келе ма, или бұны бұза ма? Осы қайда саудалауға болады? Максимум кетейін.
Так, жарайды, көреміз. Бұл тек болжам біздің. Әйтпесе мына жерде тоқтатуы мүмкін. Аха, осы жерде де тоқтатуы мүмкін. Көрейік қайда баратынын. Жарайды, келесі коин титулына не бөлі. Не надо, так, Тесла. Тесла, да, біз қарамнандағы да. Мынандай күшті бір теңге көріп тұрмыз. Осы теңге бұзылды. Мына жерде поджатие болды. Поджатие болды, міне бұзылды, е. Так, нарада да қараймыз. Міне бір қызыл бармен төмен қарай. Алдыңғы барды минимум обновлять ете алған жоқ. Кешегі барды қарайық. Кешегі бар. Тоже астыға бармай тұр. Даже мына теңгеге жеткен де жоқ. Сондықтан бұны әлі жоғары қарай барады деп болжай аламыз. Так, бұны қай жерден жоғары қарай? Мынау ақ бардың максимуммен. Ақ бардың максимум 763 тұр орнына, осы 763-тен жоғары қарай. 765, так. Осы 700... Так, баға осыған жеткеннен кейін жоғары қарай сатылуға болады. Максимум кетейін. Так, кіші таймфреймді не үшін қарайықшы. Міне. Кіші таймфреймді. Действительно, поджатие бар екен. Так, поджатие болғанда, міне қазір мынада бір канал делік қой. Каналдың ішінде баға ортасында тұр. Бізге каналдың ортасында саудалаудың қажет жоқ. Каналдан шыққаннан кейін үстіге қарай саудалау керек. Осы. В принципе, болжамымыз дұрыс деп ойлаймын. Осы деңгей осыдан осы ақ бардың максимум асқаннан кейін жоғары қарай мына жерге дейін әлі запас бар. Спайдер дейді. Спайдер деген неме екен? Опа. Спайдер кетіп қалды уже. Так, спайдерді ары қарай неме істеуге болады. Міне мына жерде, мына деңгейден. Мына деңгейден кішкене асса, может, кіші таймфреймде сатылуға болады. Так, бұны 5 минуттықтан не үшін қарайық. Осы жалпы осы кішкентай кіші таймфреймде негізі осы жерден, міне осы деңгейден баға төмен түспесе, осыдан төмен түспесе, онда в принципе жоғары қарай ұстауға болады. Бірақ ұзақ емес. Қысқа 3/1 кішкентай бір позициялы кетуге болады. Спайдер. Жалпы кетіп қалды уже. Так, мынаны GME. Так, нарада. Жарайды, бәрін подряд нете бермеймін. Міне мына жерді қарасақ, қуақтан мына жерде міне. Бірден біз не көре аламыз? Поджатие көре аламыз. Бұны негізі мына барса. Так, мына минимум қанша? Минимум 34.56 дейді. Сендер 34.61, 34.50. Жалпы мне осы жерден төмен қарай. Так, мына бардың минимум қанша? 34.90 дейді. 35-тен төмен сатылай беруге болады ғой, в принципе, бұны.
35 қайда кетті 35. 35-тен төмен кәне 1 сағаттық қарайық. Қазір 35-63 болып тұр. Осыдан небольшой коррекция болатын шығар, бері қарай, сосын кейін қайтып келгенде 35-тен төмен қарай, в принципе, дәл бүгін емес, бәлкім ертең бе екен, мүмкін бүгін де сатылуға болады. Осы 35-тен былай қарай төмен қарай сатылуға болады. Міне осы жерге дейін. Немесе осы жерге дейін. Міне осы коррекцияға дейін. Төмен коррекцияға дейін. Аха. Так, мына жақта не болып жатыр? Мына жерде қазір не болып жатыр? Позиция накопление болып жатыр. Мына минимум. Жалпы осы жерге бас теңдессіз қойып, осыдан баған қайда кетер екен? Ештеңке айта алмаймын. Так, мына жақта уже кетіп қалды. Мына жерде дейді. Мына жерде, мына жердегі деңгейін әрі деңгей сызып, осы деңгейден мына бардың максимум бойынша. Так, 83-79 дейді. 83-80 ғой, примерно 83-80. Осы жерден кері қарай, в принципе, позицияға кіруге болады. Неге? Өйткені мына деңгейге біз үлкен паранормалды бармен келдік. Паранормалды үлкен бармен келген барлар бізге кері бағытта разворотқа сигнал береді. Енді бұны жалпы мынандай кішкентай пробоймен, ложный пробоймен төмен қарай, в принципе, сатылуға болады. Так, бірден пробойға кетуге әлі ерте сияқты болып, бірден пробойға бара қоймас. Одан чуть-чуть отбой болып, мына минимумнан төмен түспесе, минимумға жетпесе, онда осы жерден жетпей разворот болса, уже бұл жерде кейін келесі аптадан екен осы жерде пробойға қарастыруға болады. Пока жоқ. Пока отбой. Деңгейден төмен қарай кері бағытта позиция қарастырған дұрыс деп ойлаймын. Так, мына жерде непонятно. Facebook, так, мына қайдағы деңгей. Бұрынғы бір деңгей ғой дейме? Facebook. Қазір кішігірім коррекция болып жатыр. Міне мынадан отбой болып жатыр екен, мына деңгейден төмен қарай жібермей тұр қазір бағаны. Мына паранормалды бардың максимум қанша? 304-37 дейді. 304-37, примерно осыдан төмен қарай жібермейді. Опа, мына максимум қарайық. 304-10 дейді. Осыны төңірегінде пока енді мынандай кішігірім каналға кірді ғой, примерно пока. Осы каналдың ішінде тағы бірнеше күн жинала тұрса, одан кейін осы каналдан шыққан кезде импульс пайда болады. Импульс болады деп ойлаймын. Не жоғары, не төмен қарай. Әзірге осы каналдың ішінде. Ана каналдың ішіндегі сауданың сауда системасы жүйесі бойынша саудалауға болады жалпы каналдың ішін. Әйтпесе каналдан шыққанын күту керек, бірнеше күн, бір аптадан екен біраз. Қарау керек, мына ішінде қалай өзін ұстайтыны. Так, непонятно.
кеше міне кеппен нардан төмен кетіпті, иә. Аха, мына жерде тоқтатты бұны. Мына жерде зеркальный уровень. Зеркальный уровень болып тұр. Міне баға кеп соқты. Бір рет соқты, қайт келді, міне тағы бір соқты, одан пробойға кетті. Енді міне мына жерде қарсылық деңгей болды, мына жақта айлам келіп, міне тірек деңгейіне айналдық. Қазіргі таңда бұл қай бағмен деңгей жүргізсек екен. Так, минимумдармен жүргізсек қалай болады? Минимум қанша екен? 22.96, 23 қой. 23-ке қою керек. Уровеньді 23 округлять етіп, 23-ке қойып керек. 23-тен төмен қарай. Так, мына бағасы, жабылу бағасы 22, жоқ, закрытие 22. Аха, 23-тен жоғары жабылды. Жалпы осы деңгейден төмен, егер 23-тен төмен қарай, сатылуға төмен қарай сатылу керек. Өшім екі жаққа да сатылуға болады деп ойлаймын. Мына жерде 23-тен төмен қарау керек. Кіші таймфреймді қалай өзінің сайтынан. Немесе егер мен деңгейден кішкентай ложный пробой жасап, үстіңгі жақта накопление болса, онда үстіге қарай кетеміз. Үстіге ұзаққа бармайды. Примерно осы жерге барады деп ойлаймын. Өйткені мыналарда таким көп дейміз, поджатие бар. Осы жерде поджатие бар. Сондықтан так, осы баға 23-тен бір араға дейін примерно, 27-тен 28-ден аспайды деп ойлаймын. Үстіге барса. Әйтпесе пробой болып төмен кетуі мүмкін. Арда, в принципе, мне под самый уровень жабылды. Деңгейдің тура түбінен жабылды. Кіші таймфреймде жүрді. Кіші таймфреймде мына жерде, в принципе, деңгейдің жанында накопление бар. Егер деңгейден төмен болса, онда, в принципе, осы минимумдар бойынша, минимумдардан төмен қарай сатылы беруге болады, в принципе. Төмен қарай түсті. Импульспен, геппен, тем более. Геппен түсті, мына жерде накопление бар. Енді осыдан төмен қарай, в принципе, мына ең самый минимум қайсысы? 22.62 дейді, мына жерде 22.68, 22.60. 22.50-ден төмен қарай сатылы беруге болады. 22.50-ден төмен қарай. Так, Microsoft не дейді. Microsoft кетіп қалды, иә, сізді. Так, мынада кері жоқ. Alibaba. Alibaba. Так, мына қайдағы келген деңгей бұрынғы қойдым. Қалпысақ, Alibaba. Нашықта, иә. Біраз поджатие бар. Так, бұны не істесек, міне ақпармен не кішкентай канал сызбауға болады. Ақпар бойынша кішігірім канал. Баға қазір осы каналдың ішінде тұр. Осыдан енді үстіге бара ма, астыға бара ма?
астыға баратын шығар. Астыға осыдан төмен қарай. Мына жерде мына бір деңгейге дейін келеді ғой примерно. Так. Бардың минимуммен алсақ. Бардың минимуммен. Осы деңгейге дейін келеді деп ойлаймын, төмен қарай. Жалпы мына деңгейден төмен шыққаннан кейін ғана астыға осы деңгейге дейін, в принципе, қанша 220, 239, 30, мынада қанша? 234, 15 мың. 1000 пункт жүреді, 1000 пункт әлі запас кода бар. Сондықтан каналдан шыққаннан кейін төмен қарай, осы төмен қарай саудалауға болады келесі неге дейін. Жалпы мынаны қояйықшы, кішкентай тест болса, мысалы пробой болды дейік. Кішкентай тест дейді, осыдан төмен қарай. Alibaba'ны төмен қарай қарастыруға болады. Netflix. Так, жарайды, бұл керегі жоқ. Мына төмен қарай кетіп қалды мына жерден. Мына бір төмен қарай келген, осы жерде тоқтатты. Бұл деңгей, мына жерден пайда болған деңгей. Мына жерде трек деңгей болды. Мына жерде қарсылық деңгейіне айналды. Қазір кеше пробой болды, демек осыдан төмен қарай. В принципе, төмен қарай болғанда, мынада кішігірім коррекция болса, мына деңгейге қайтып келіп, онда, в принципе, келесі неге дейін сатылуға болады осы жерге дейін. Или осы жерге дейін. Жоқ, келесі коррекцияға дейін осы жерге дейін. Мына жерде мен как раз зеркальный уровень екені. Естіден соқты да, осыдан пробой болғаннан кейін қайттан барға соқты. Зеркальный уровень осыған дейін, в принципе, ұстауға болады кішкентай коррекциядан кейін. Баға деңгейден көп кет қалды, енді осыдан деңгейге қайт келсе, бізге керегі, бізге не керек, мысалы, осыдан қазір деңгейге қайт келеді. Қайт келгенде, қайт келсе, мынада тағы зеркальный уровень болады, мынадан соқты, пробой болды, астынан келіп, осыған тіреліп, осыдан бұзбай төмен қарай кетсе, мысалы, мынаған деңгейге соғып, осының астында накопление болса, онда, в принципе, төмен қарай сатылауға болады. Бірден кеп соққан кезде сразу төмен қарай ашпай, оны қарау керек біраз. Осын қалай ұстайтынын. Так, мына неме бөле, Boeing. Мына максимум бойынша, так, максимум қанша? 244.08, мыналар. Минимумдары 246. 246 дейді. Білмеймін енді мына Boeing'ті. Boeing примерно кішігірім мынандай каналдың ішінде тұр ғой. Осы каналдан шыққаннан кейін көруге болады. Екі жақтан да кішкентай поджатие бар. Былай. И, в принципе, не хватит. Осы каналдан шыққаннан кейін көреміз, қалай болатынын. Жоғары кететін шығар. Жалпы осылай. Бұның бәрі болжам, осылай сценарий жасап алып, баға осы сызған деңгейлерге келген кезде ары қарай өзін қалай ұстайтынын көру керек. Егер
ең бастысы мына деңгейді бұзып мына жерде накопление болса, одан сол кезде ғана уже 5 минуттық таймфреймға өтіп мәмілеге кіру нүктесін іздеу керек. Бәрі сценарий бойынша сабақта қалай айтылды, сол сценарийдің мына бір деңгейден кейінгі бағаны өзінің қалай ұстайтынын обязательно міндетті түрде соны қарау керек. Содан кейін ғана позицияға кіру керек. Мен мұнда да поджатие бар, міне мынадан жоғары қарай өткеннен кейін енді бұл бүгін емес мысалға. Бүгін ол тек қана осы деңгейге келу, деңгейді бұзуы мүмкін. Ертең уже осы деңгейдің төңірегінде тұрса, жоғары қарай уже позиция қарастыруға болады. Так, спайдерді біз кіші таймфрейм деп айттық, кіші таймфреймді кішкентай позиция алуға болады дедік. Қауіпті әрине, бірақ так, мынада мына жерде жалпы поджатие бар, бірақ қалай болатынын білмейміз. Мне бір соқты, мне тағы да соқты, осы жерде накопление. Осыдан бірақ жоғары. Енді мынадан тағы бір отбой болатын шығар, маған келіп. Осыған келіп. Осыдан кішігірім мынандай отбой болуы мүмкін. Мен мынандай сценарий қарастыруға болады. Даже былай қарастыру керек. Так. Қазір. Мынандай сценарий дұрыс болады. Былай соғады. Былай бұзып келіп. Міне осындай сценарий дұрыс болады. Так. Так, мен жүйеме айтымды жүйеме істедім. Аха, мен және мына кішкентай таймфреймді жасау жеріне. Локальный уровеньде да. Яғни үлкен бір күндік таймфреймде, бұл значит каналдың ішінде тұр. Канал емес, міне мына жерде деңгей тұр. Осыған осы минимумды, осыдан осы жерге дейін келгеннен кейін минимумды обновлять етсе, одан төмен қарай барады примерно. В принципе, кіші таймфреймді де қарастыруға болады. GMA дейді. Так. Болды ғой деймін осы, иә? Бәрін көрсеттім ғой. Так, мына және бір күндік таймфрейм. Анализ міндетті түрде деңгейлер барлығы бір күндік таймфреймнен алынады. Алыну керек. Алынуы шарт. Жарайды, уақыт созбай осымен тоқтатайық. Осындай кішігірім анализ. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.